Достар, бүгін мен сіздерге қой туралы ақпараттар айтатын боламын, және де қойдың қандай пайдасы бар, және де қоймен қандай бизнес жасау керек екенін сіздерге толығымен айтатын боламын. Маған тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Деген іс-әрекеттермен бизнес жасауға болады. Негізгісін айтатын болсам, қоймен бір жылда 10 саууға аласыздар. Келесі жылы ол саулығың туып, келесі жылы 20 қойға айналады. Ал екіншісін айтатын болсам, екіншісі ол бордақыласаңыздар арзанға алып қымбатқа сатасыздар. Сіздерге айтатын болсам, бастапқыда бір қошқарды 20 мыңнан аласыздар, және де 3-4 ай бордақылап, оны етке өткізіп 100 мың, 150 мың табысқа кенелуге болады. Тағы да айтатын боламын, менімен бірге болыңыздар. Қойлар көбейе береді, ал сіздің бизнесіңіз өсе береді. Қалай деп ойласаңыздар, ол сіздер негізі ойлайсыздар, қой ол керек емес бизнес деп, тек ауылда жасайды деп. Қателесесіздер. Қазіргі Алматының шет жақтарында да адамдар қой бағып өзінің бизнесін жасап жатыр. Негізгісін айтатын болсақ, Сарыағаш қаласында көптеген адамдар қой бизнесін жасап жатыр. Асыл тұқымды дегендей, сіздер қазір асыл тұқымды алмай, асыл тұқымның орнына жай қазақи қойлар алып, көбейтіп сатып жүрсеңіздер, 2-3 жыл опыт жинап, келесі жылы сол 2-3 жылдан кейін 2029-дарда асыл тұқымдымен айналыссаңыздар болады. Асыл тұқымдының бір қошқары почти 200 мың, 300 мың теңге. Баларыңыз болса 10, 15 или 20 бас әкеліп бордақыласаңыздар да жақсы табысқа кенелесіздер. Өйткені 20 бастың өзі бір бастан алсаңыздар, бір басы 50 мың, 20 басы почти 1 миллионға жуық. Оны бордақылап етке өткізсеңіздер, еттің бағасы қазір 3,5 мың мен 4 мың аралығы. Сол қойыңыз 30-35 кило жиналса, бір талай пайдаға кенелесіздер. Осылай видео аяқталды. Маған тіркеліп лайк басып кетіңіздер.